Ертең Астанада Kunlun Fight, яғни аралас жекпе-жектен халықаралық турнир өтеді. 12 жекпе-жектен тұратын додаға 13 мемлекеттің спортшысы қатысады. Олардың ішінде Қазақстан, Қытай, Франция, Жапония, Бразилия, Корея, ақш елдері бар. Бүгін жекпе-жекке шығатын палуандар тазыға тұрғаннан кейін олардың ресми салмақтар тіркеледі. Қазақстанның намысын 5 кәсіби спортшы қорғайды. Олар Бейбіт Назаров, Руслан Қамзаев, Қазбек Хашимов, Нұржан Тұтқаев және Нұрберген Шәріпов. Айта кетсек, ертең Бейбіт Назаров Kunlun Fight'нан әлем чемпионы атағын қорғайды. Оның қарсыласы итальяндық палуан Массимо Капуселло болмақ. Соңғы жылдары бұл спорт түрі елімізде қарқынды дамып келеді. Отандастар түрлі елдерде өткізілетін чемпионаттарда әрдайым жүлделі орындарды иеленуде. Ал Қазақстанда бұл турнир екінші рет өткізілуде. 1,5 жылдың ішінде біз Kunlun Fight тұжырымымен көптеген халықаралық жарыстарға бардық. Шетелде өткен жарыстарда біздің жігіттеріміз бақ сынап, өздерінің рейтингтерін көтерді. Соның көрінісі ретінде біз 2015 жылдың бас кезінде біздің Бейбіт, Нұржан, Қазбек деген жігіттеріміз, Асқар Умбетов Қытайда чемпион болған. Сол кезде біз Kunlun Fight тұжырымын президенттерімен Қазақстанда өткізу жөнінде келісімшартқа қол қойғанбыз.